Бұл онлайн бейне конференциялар мен бейне вебинарлар өткізуге арналған арнайы бұлтты платформа. Zoom-ның ерекшеліктері: пайдаланушы экранды көрсету, бірлескен вебинарлар өткізу, бірлесіп жұмыс істеуге арналған виртуалды бөлмелер, смартфоннан экранды бөлу, Google Диск пен Dropbox пен жұмыс істеу, хабар алмасу, фотосуреттер және аудио үшін топтық чаттар, телефон, почта немесе компанияның контактілері бойынша шақыру. Zoom бағдарламасын қалай жүктеуге, орнатуға және тіркеуге болады? Қадамдық нұсқаулық. zoom.us сайтына кіреміз, тегін тіркелу түймесін басамыз. Электрондық почта мекенжайын енгізіп, тіркеу түймесін басамыз. Сіз Google поштасы немесе Facebook есептік жазбасы арқылы кіре аласыз. Поштаға тіркелгені растауға сілтеме бар хат келеді. Сол нүктеге басасыз және сол сілтеме бойынша оған растау жасайсыз. Содан кейін сізден аты-жөнін және парольді енгізу сұрайды. Толтырып, жалғастыру түймесін басамыз. Сіз бірден әріптестердің поштасын енгізе аласыз. Оларға қызметке тіркелу туралы ұсыныс келеді. Бұл қадамды өткізіп жіберсе болады. Содан кейін тест конференциясын бастау туралы ұсыныс пайда болады. Ол үшін сілтемені немесе конференцияны қазір бастау түймесін басыңыз. Бұл қадамды да өткізіп жіберуге болады. Менің тіркелгеніме өту түймесін басамыз. Қызметті Zoom сайтында пайдалануға болады. Бірақ ДК нұсқасын жүктеген дұрыс. Сондықтан сіз чаттағы кіріс хабарламалар мен конференцияға шақыруды жіберіп алмайсыз. Жалпы бұл ыңғайлырақты. Жүктеу орталығына өтіп, конференциялар үшін Zoom клиентін компьютерге жүктеп орнату керек. Орнатқаннан кейін біз компьютерде жұмыс жасаймыз және логин, пароль арқылы кіреміз. Жұмыс стилінің нұсқасымен жұмыс істеу үшін сәйкестендіру қажет. Кіру түймесін басып, деректеріңізді енгіземіз. Сіз әрдайым қайта кірмеу үшін деректерді сақтап қаламыз. Қосымшада конференцияны бастауға, басқаларға қосылуға, болашақ кездесулерге жоспарлауға, қатысушылармен хат алмасуға болады. Жұмыс істеу үшін Zoom қалай орнатуға болады? Егер сіз Zoom бағдарламасын күнделікті қолдануды жоспарласаңыз, Windows жүктелген кезде бағдарламаны автоматты түрде іске қосыңыз. Керек белгішесін басамыз және өту параметрлеріне кіреміз. Әрі қарай жалпы бөлімінде Windows жүктеу кезінде Zoom іске қосу жанындағы қос белгіні қою керек. Бейне мен дыбысты дереу реттеу керек. Тиісті бөлімдерді өтеміз. Видео. Мұнда ең бастысы келесі параметрлерді реттеу. Камера. Ноутбукке немесе сыртқы веб-камераға салынған. HD режимі.
жоғары сапалы құс белгіні қою жақсырақ болады. Қалған құс белгілерді әдепкі бойынша қалдыруға болады. Дыбыс. Динамиктер мен микрофонның қосылуын және параметрлерін тексеру керек. Бағдарлама үшін дыбыс деңгейін реттеуге болады. Немесе дыбыс деңгейін автоматты түрде реттеу жанындағы құс белгіні қалдырамыз. Контакт. Контактілерді қосу үшін тиісті бөлімге өтіп, плюс түймесін басамыз. Содан кейін контакты қосу дегенді белгілейміз. Біз адамның пошта мекен-жайын тіркейміз. Оған Zoom-ға тіркелу немесе қосымшаны жүктеу туралы ұсыныс келеді. Контакт қосу түймесін басамыз. Ол мекен-жай кітабында сақталады. Контактілерді топтарға бөлуге болады. Сондай-ақ арна құруға болады. Бұл Телеграмдағы топқа ұқсас. Онда сіз маңызды ақпараттарды тарата аласыз. Бірден бірнеше адаммен сөйлесе аласыз, немесе қоңырау шала аласыз. Бұл өте ыңғайлы. Сіз әр бөлім үшін өз арнаңызды құрып, осы бөлімдердің қызметкерлерін қоса аласыз. Zoom-да конференцияны қалай құруға болады? Конференцияны екі жолмен бастауға болады. Біріншісі, бағдарламаны компьютерде іске қосыңыз, және негізгі терезеде жаңа конференция түймесін басамыз. Екіншісі, конференциялар бөлімінде өтіп, бастау түймесін басамыз. Әдепкі бойынша конференция бейне және аудио арқылы іске қосылады. Бірақ сіз бейнесіз аудио режимге ауыса аласыз. Ол үшін компьютер дыбысын қолдана отырып кіру түймесін басамыз. Конференция барлық басқару түймелері бар төменгі панелде және қатысушылармен бүйірлік тақтада өтеді. Тыңдаушылар тақтасын көрсету үшін мүшелерді басқару түймесін басамыз. Осы батырманың жанында олардың саны көрсетіледі. Конференцияға қатысқандардың барлығын бүйірлік баған ашылады. Әр қатысушының жанында микрофон және камера белгішелері көрсетіледі. Сызылған белгіше микрофон немесе камера өшірілгенін білдіреді. Процесс барысында камераны қосуға немесе дыбысты өшіруге болады. Бұл төменгі панелде жасалады. Кеңес. Есептік жазба параметрлерінде өз лауазымыңызды және бөліміңізді көрсетіңіз. Басқа қызметкерлерге кіммен сөйлесетіні түсінікті болады. Бұл мобильді қосымшада профиль параметрлерінде жасалады. Қатысушыларды шақыру. Барлығы дайын болған кезде қатысушыларды шақыруға болады. Қатысушыларды екі жолмен қосуға болады. Бірінші, шақыруға тура келген конференция. Ол үшін төменгі панелдегі шақыру түймесін басыңыз. Содан кейін электрондық почта мекен-жайын жазамыз, немесе контактілер тізімінен адамдарды таңдаймыз. Таңдалған адамдарға поштаға немесе қосымшаға қатысу туралы хабарлама келеді. Интернеттегі жасыл шеңберді бөлектейтіндерге қарама-қарсы, офлайн сұрға қарама-қарсы, егер адам конференция өткізсе, оның атына қарама-қарсы қызыл камера көрсетіледі. Екінші әдіс төменгі панелдегі шақыру түймесін басу. Содан кейін конференцияға сілтемені көшіріп, оны таңдалған мессенджерге жібереміз. Мысалы, Telegram немесе WhatsApp. Конференцияға сілтеме қандай болатынын мұнда көре аласыз. Жоспарланған кездесу үшін бірден сілтеме жасалады. Оны белгілі бір конференциядан табуға болады. Конференция аяқталғаннан кейін конференцияны аяқтау төменгі панеліне басыңыз. Сіз оны барлығына аяқтай аласыз, немесе өзіңіз шыға беріп, сіз үшін сөйлеуді аяқтайтын жауапкершілігі бар адамды алдын ала тағайындайсыз. Біреудің конференциясына қалай қосылуға болады? Шақыру жіберілген қатысушы поштаға, сіз таңдаған мессенджерге немесе Zoom қосымшасындағы хабарламаға сілтеме алады. Тиісінше конференцияға қатысу үшін сілтемені басу керек. Егер сізге жауап беру үшін қолданба қоңырау шалса, қабылдау түймесін басыңыз. Немесе қоңырауды қабылдай алмасаңыз, қабылдамайсыз. Бұл функция досыңызға Skype-қа қоңырау шалуға ұқсас. Басқа біреудің конференциясына қатысушы өзінің камерасы мен микрофонын өшіре қоса алады. Жалпы чатта жаза алады
және ұйымдастырушыдан жазу мүмкіндігін сұрай алады. Кездесуді қалай жоспарлау керек? Кездесуді жоспарлаушы қосымшаның басты бетінде орналасқан. Мұнда қандай параметрлер бар? Конференция тақырыбын жазамыз. Күні, басталуы және уақыты. Сағат пен минуттағы ұзақтығы да бар. Уақыт белдеуінде таңдай аламыз. Сондай-ақ конференцияны қайталанатын етіп жазсақ болады. Конференция идентификаторы сіз өзіңіздің жеке тұлғаңызды пайдалана аласыз, немесе автоматты түрде жасай аласыз. Қауіпсіздік. Егер бұл функция қосылған болса, онда конференцияға қатысу үшін қатысушыларға пароль қажет. Ол конференцияға сілтемемен бірге хабарламада келеді. Бейне сурет. Мұнда сіз белгілі бір кездесудің ұйымдастырушысы мен қатысушыларына бейнені қосуға, өшіруге болатынын көресіз. Конференцияны қай күнтізбеде белгілеуді таңдаймыз. Егер сіз және сіздің қызметкерлеріңіз Google күнтізбесін немесе Outlook бағдарламасын қолданса, онда алдағы кездесу туралы хабарламада соған келеді. Барлық параметрлерден кейін сақтау түймесін басамыз. Барлық жоспарланған кездесулер бағдарламаның негізгі терезесінде көрсетіледі. Онда сіз конференцияға сілтеме таба аласыз. 3 нүктені басу керек. Бұнда конференцияны көшіруге, өзгертуге немесе жоюға болатынын көз жетесіз. Экран көрсетілімі. Zoom-да экранды көрсетуге мүмкіндік бар. Бұл функция төменгі панельде орналасқан және экранды көрсету деп аталады. Сіз өзіңіздің жұмыс стиліңізді, шолғышты көрсете аласыз. Виртуалды тақтаны қосып, оған жазбалар жасай аласыз. Мысалы, экран. Мұнда көріп отырғанымыздай, біздің экранның көрсетілімі бар. Сіз хабарлама тақтасын таңдап, мысалдарды көрсете аласыз. Онда бірнеше бөлімдер бар. Онда сіз нақты не көрсететініңізді таңдай аласыз. Базалық. Бұл жұмыс үстелінің экраны, шолғыш, виртуалды тақта, телефон экраны, немесе компьютерде жұмыс істейтін бағдарламалар. Кеңейтілген. Мұнда сіз экранның бір бөлігін, тек компьютердің дыбысын, немесе екінші камерадан түсіруді көрсете аласыз. Файлдар. Мұнда файл алмасуларға қол жетімділік ашылады. Мысалы, Google Drive.